Сәлем. Бүгін бізде тыныс алу жүйесі пропедевтикасы, яғни тыныс алу жүйесімен ауыратын науқастардың шағымдары қандай, оларды қалай тексеру керек, қандай өзгерістер болатынын бүгін талқылайтын боламыз. Жалпы тыныс алу жүйесімен ауыратын науқастардың негізгі шағымдары олар жөтел, қақырық бөліну, қан қақыру, өкпеден қан кету, ентігу, тұншығу, кеуде тұсында ауырсыну және де басқа да аурулармен бірге кездескендіктен қалтырау болуы мүмкін, әлсіздік болуы мүмкін, шаршағыштық және тәбетінің төмен болуы. Жөтел бұл тыныс алу жолдарында секрет, яғни сұйықтық жиналғанда немесе бөгде зат түскенде пайда болатын рефлекторлы сақтану акті. Сонымен қатар жөтелді сипаттаған кезде біз оның ырғағына, тембріне, пайда болатын уақытына, түріне және оған тіркеспе құбылыстарға көңіл бөлу керек. Ырғағына қарай жөтел тұрақты және ұстамалы болып екіге бөлінеді. Тұрақты жөтел ол бронхит кезінде және де күнбе мен өкпенің созылмалы ауруларында пайда болады. Ал ұстамалы жөтел көк жөтелде, жоғарғы тыныс жолдарында бөгде зат түскен кезде пайда болады. Тембріне қарай қысқа және жай жөтел құрғақ плеврит пен крупозды пневмонияда. Қатты жөтел көмей жарақаттанған кезде, кеңірде қысылып қалған жағдайларда кездеседі. Дыбыссыз жөтел дауыс желбезектерінде жара болған кезде, адам жөтелген кезде дыбысы қатты шықпайды. Сонымен қатар мезгіліне де қарай жөтелді біз бөлеміз. Бұл таңертеңгі бөлінетін жөтел, яғни қуыс синдромы болған ауруларда бронхиттің ертеңгі дәреті немесе таңертең бронхит шығатын жөтел болып табылады. Кешкі жөтел пневмония кезінде кездеседі. Ал түнде жөтел болса, ол біз туберкулезге күдіктенуіміз мүмкін. Сонымен қатар туберкулезбен ауыратын адамдарда түнде терлегіштік қатты артады, тәбетінің азуы, төмендеуі, салмағының жоғалтуы байқалады. Түріне қарай жөтел құрғақ, қақырықсыз жөтел, ларингитте, құрғақ плевритте болады. Ал ылғалды жөтел, яғни қақырықпен болу, ол пневмонияда және де секрет бөлініп шығатын жағдайлар болып табылады. Қақырық бөлу бұл тыныс жолдары арқылы сыртқа шығатын патологиялық сұйық зат. Сонымен қатар қақырықтың біз түріне қарауымыз керек, бөліну жағдайына және де иісіне оның түрін анықтау керек. Қақырықтың иісі қалыпты жағдайда болмайды. Негізі қалыпты жағдайда қақырық бөлінбеуі керек. Қақырық сонымен қатар қан араласу жағдайларында да болады. Яғни өкпе туберкулезі кезінде, бронхектазия аурулары кезінде, өкпенің қатерлі кезінде қақырықта қан араласады. Тіпті кейбір өкпенің ісік аурулары кезінде қақырықтың иісі алыс жерлерден сезіле бастайды, біраз қашықтықтан. Және де өкпеден қан кету де болады. Өкпеден қан кетудің ерекшелігі басқа мүшелерден қан кетуге қарағанда оның түсі алқызыл болып келеді және де көпіріп тұрады. Біз солай өкпемен қан кетуін, асқазаннан қан кетуді ажырата аламыз. Асқазаннан қан кеткен кезде оның түсі тамақ араласқан қою қоңыр түсті болады, ал өкпеде алқызыл түсті болады. Келесі бұл ентігу. Ентігу деп ауа жетпей кеуденің қысылғанын айтады. Бұл кезде демді алу жиілігі, тереңдігі және дем алу ырғағы өзгереді. Ентігу тыныс алу жүйесінің ауруларында ғана емес, жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларында, анемия кезінде де кездеседі. Ентігу түріне қарай объективті, субъективті және аралас болып бөлінеді. Және келесі бұл демігу, яғни тұншығу өте күшті асфиксия, яғни мүлдем ауа жетпей қысылып қалуға дейін алып келетін ентігудің түрі, яғни бұл кезде ұстамалы түрде болуы мүмкін. Бұл ұстамалы демікпе дейді, яғни бронх демікпесі бронхтың таралуында, жүрек демікпесі жүрек ауруларында кездеседі. Кеуде тұсында ауырсыну ол құрғақ плевритте, яғни плевраның қабатының тітіркенуіне байланысты пайда болады. Төс ауруы, жүрек аурулары кезінде ол төстің арты және жауырын ауыратын болса, өкпенің аурулары кезінде кеуденің қуысы кеуде ауырады. Дене қызуының көтерілуі, яғни өкпеде қандай да бір тыныс алу жолдарында қабыну аурулары болатын болса, онда дене қызуы көтеріледі. Тұрақты қызба крупозды пневмонияның алғашқы күнінде кездеседі. Ал өкпе абсцесі ашылған кезде онда цитықтанатын температура болады. Туберкулездің ауыр түрлерінде де цитықтанатын қызба кездеседі.
Және де өкпе, яғни кеуде қуысы, тыныс алу жүйесінің аурулары қараған кезде біз оның кеуде қуысына қараймыз. Олардың кеуде қуысында, өкпе ауруларында өзгерістер болады. Эмфизематозды кеуде торы ол алдыңғы және артқы көлденең мөлшердері бірдей болады. Кеуде торы үлкейіп кетеді, андай бочкообразный деп. Бұл және өкпе эмфиземасында да кездеседі. Өкпе эмфиземасында сәйкес келеді. Яғни салдылық, солған кеуде, яғни пневмосклерозда, кахексияда, туберкулезда кездеседі. Мешелдік құс төс дейді кеуде торы. Ол төс алдыңа, рахит кезінде төс алдыға қарай шығыңқы болады. Көлденең мөлшері кішірейген рахит ауруымен ауырған адамдарда кездеседі. Және де етікші төс дейді, төстің ішке қарай кіріп кетуі қысымның әсерінен төменгі емес жоғарғы бөлігі шұңқыр болып қалады. Демалудың түрлері. Демалудың түрлері: кеудемен демалу, демалуға қабырға аралық бұлшықеттер қатынасады. Көбіне демалудың бір түрі әйелдерге тән. Ішпен демалу не диафрагмалық демалу, ол еркектерге тән. Аралас демалу болатын болса, ол қарт адамдарға тән, яғни кеудемен де ішпен де дем алады. Тыныс алу қалыпты жағдайда айтып кету керек, адам минутына 16-20 рет тыныс алады. Егер де тыныс алу жиілігі артатын болса, оны тахипноя дейтін болса, тыныс алу төмендейтін болса, брадипноя, яғни минутына 16-20 емес, 10-12 рет демалатын болса, ол брадипноя. Ал егер де 25-30 рет болатын болса, оны тахипноя дейміз. Ал тыныстың уақытша тоқтап қалуы апноя деп аталады. Көбінесе түнде қорылдайтын адамдарда апноя болады. Ол апноя болу себебі тамақ ішкеннен кейін психикалық факторлардың әсерінен болуы мүмкін. Тыныс алудың ырғағының бұзылуы, яғни бұл патологиялық тыныстар деп аталады. Биот тынысы, ырғақтың терең, сирек мезгілді үзіліспен демалу. Бұл түр менингитпен ауырғанда және агональды жағдайдағы науқастарда кездеседі. Чейн-стокс демалысында демалудың біртіндеп тереңдеуімен біртіндеп баяулауы тән, одан кейін үзіліс болады. Үзілістен кейін бәрі қайтадан қайталанады, ми гипоксиясында кездеседі. Кусмауль демалу бұзылысы, шолғы, сирек және терең демалу. Гипергликемиялық комада кездеседі. Грок тынысы толқын тәрізді, Чейн-стокс демалуына ұқсайды, бірақ толық тоқтамайды.